Саламатсыңдар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз ғұндардың батысқа қоныс аударуы. Сабақтың мақсаты ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету. Ғұн тайпаларының шығыстан батысқа қарай жылжуы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда басталып, біздің заманымыздың 4-ші ғасырына дейін созылған. Алайда, ғұндардың бастауымен болған халықтардың ұлы қоныс аударуы Еуразия мен Қазақстан жерінде өмір сүрген тайпалар мен халықтардың саяси картасына, этникалық құрамына үлкен өзгерістер әкелді. Осы оқиғаның қалай басталғанын білу үшін тарих қойнауына үңілейік. Біздің заманымыздан бұрынғы 56-шы жылы ғұндар оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінді. Оңтүстік ғұндар Қытайға бағынышты болса, солтүстік ғұндар орталық азиялық тайпалармен одақтасып, батысқа қарай жылжып, өз тәуелсіздігін сақтап қалады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың 2-ші жартысында қазақ жерінде Чичи, Шөже, Шаньюй басқарған ғұндардың 1-ші толқыны қоныс аударады. Олардың бір бөлігі Қаңлы тайпалық бірлестігімен көршілес қоныстанады. Қаңлылармен одақтаса отырып, ғұндарды біріктіру мақсатын көздеген Чичи өз қарауындағы ғұн тайпаларымен бірге оңтүстік шығыс Қазақстан жеріне бекінеді. Ғұндардың батысқа қарай қоныс аударуының 2-ші толқыны біздің заманымыздың 1-ші ғасырында, біздің заманымыздың 93-ші жылы басталды. Қоныс аудару кезінде кей тайпалар ғұндармен одақтасса, қалған бөлігі тұрған жерлерінен ығыстырыла бастады. Ғұндардың қоныс аударуы орталық Қазақстандағы, Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Ғұндар көші Паннония, қазіргі Венгрия жеріне көшіп келіп орнықты. Мажарстанның Венгрия тұрғылықты халқы мадиярлардың орталық Еуропа аумағына ұлы даладан келгені жайында деректер мен аңыздар көп кездеседі. Сол мадиярлар Қазақстанды өздерінің ата жұрты санайды. Тарихта ғұн тайпалары бастаған бұл ұлы көш халықтардың ұлы қоныс аударуы деген атпен белгілі. Қорыта айтсақ, ғұндар Еуропа аумағына кіргеннен кейін құл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап, Еуропада феодалдық мемлекеттер пайда бола бастады. Оқу тапсырмасы халықтардың ұлы қоныс аударуы неше кезеңге бөлінеді? Солтүстік ғұндардың бірінші билеушісі кім? Халықтардың ұлы қоныс аударуы дегенді қалай түсінесіз?